Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын сүзбеден жасалатын вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет ингредиенттер: 300 грамм сүзбе, жұмыртқа, құмшекер, қопсытқыш және де ұн керек. Ең алдымен осы сүзбемізді алып, ыдысымызға саламыз. Одан соң осылай 2 қасық құмшекерімізді саламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз, қозғап, бірыңғай масса болғанша қозғаймыз. Одан соң келесі ванильді сахарымызды саламыз. Ванильный сахар немесе ванилин қоссаңыздар болады. Одан 1 қасық қосамыз. Дәмі өте нәзік, әдемі болып шығу үшін. Иісі ароматный, әдемі болып шығады. Одан соң разрыхлитель, яғни қопсытқыш. Қопсытқышымызды қосып, одан кейін 50-70 грамм ұн саламыз. Одан көп салмаңыздар. Егерде көп салатын болсаңыздар, вафлиларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай вафельницамызға майымызды жағып, қызып тұрған вафельницаға осылай біркелкі етіп орналастырамыз массамызды. Менде вафли почти 70% творогтан болғандықтан осылай сәл қоюлау болады. Ол ештеңе етпейді. Біздің вафлиларымыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қараңыздар. Бұлай ұстаған кезде де көрініп тұр, жұмсақ екені. Егер рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде